Датасы сол бұйырса жақында 12.02 деп тұрмыз. 2025. 22-ші той, енді барлығы 2-2 болып кетіп жатыр ғой. Қонақтарымыздың барлығының тізімін шығарып, қазір енді тек чисті тойға үлкен дайындық болып жатыр. Оның артынан күн ұзатпай бір мүмкін 3-4 күннен кейін біздің өзіміздің кәдімгі үлкен тойымыз болады сыртта. Ол жаққа да одан кейін құдалығымыз бар, солай. Яғни 12-ші ақпан, құрметті көрермен, барлықтарыңызды тойға шақырамыз. 14:30-да міндетті түрде экранның алдына жиналып, Айбек пен Эдуарданың шаңырақ көтеру бита шар тойын бірге куә болыңыздар дегіміз келеді. Заңды некесін қиятын болады осы жерде бұйыртса. Енді шынымен де біз көп күткен той 22 деп бұйырыпты, ол да жақсылығын алып келсін. Өзіңіз енді 12.02 деп әдемі датаны таңдап алыпсыздар. Шынымен де қызық, шынымен де көп бір келсе бермейді ғой 22, 12.02 деп барлығын келістіріп. Енді құтты болсын, не болса да сол тойға дайындық болады ғой. Бастап та кеткен шығарсыздар. Сол тойдың дайындығы негізінде қазір сәл қиын болып жатыр ше. Қиын болып жатыр дегенде енді Алла жеңілдігінен берсін әрине. Бір жақсы тфай дейін, енем әйтеуір еңлік қайынсіңілім болса да, соған алып келмеген киімді маған әперіп, соған әпермеген тәттіні менің аузыма тығып, сондай нәрселер болып жатыр. Өткенде өзіме енді 9-9:30 деген ерте тұру болып көрінеді. Адамдардың бәрі күліп жатыр екен да, білмеймін ғой. Енді бұрынғыдай 6-7-де тұру, там сиыр сауу деген жоқ қой қазір. Мамаларым үйде жұмыссыз күндері 9:00-да тұрамыз. Негізі мамамның өзі рұқсат берген 11-12-ге дейін, көп болса 3-ге дейін болсын ұйықта деген сияқты. Бірақ енді бәрібір келін болып біреудің үйінде жүрген сияқты боласың да, андай бір автоматически не тұрады екен. Мен бәрінен ерте тұруым керек, мен істеуім керек деген сияқты. Солай жауапкершілік дейсіз. Иә, жауапкершілік. Енді еңлікте көмектеседі, күніге тамақ пісіріп, үй жинап деген сияқты, ол жағынан мүлдем қиыншылығы жоқ. Тек жай ғана бір еркелеп жүрім десем де болады. Алзағам сұрақ қойғым келіп тұр ше? Иә. Қош келіпсіздер Айбек Эдуарда. Алдында осы Айбектің сөзі бар ғой, бір картошка ашық қалғаным бар енді дегенше. Сол картошканың саны өсті ма негізі, артына аты шығып кетіп, былай үйсіп салайыншы деген нәрселер? Ондай саны өскен жоқ. Сол кей бір картошка болған. Ол негізі үйленгендер, нелер түсінеді екен өзі. Бекзат, сен әлі жассың ғой енді, бауырым қазірше. Кейін әлі жассың, сен пока гитарамен өлең айта тұр. Мен айтып алайын. Ол өмірде сонда үйленгеннен кейін дальше больше ондай нәрселер негізі болып тұрады, бірақ ол әрқашанда болмайды. Дәл қазір сол ситуациядан кейін бір ретте